Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай әдемі кереметтей тіл үйретін пончиктердің жасалу жолын көрсететін боламын. Ешқандай қиындықсыз барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен барлығын осылай ыдыстарға дайындап алғаныңыз дұрыс, өзіңізге жасауға ыңғайлы болады. Осылайша ең алдымен ұныңыз бен разрыхитліңізді араластырып аласыз және таза табағыңызға бір дана жұмыртқаңызды, шекеріңізді және сұйық май, су, айраныңызды қосып, миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Осылайша барлық ингредиенттерімізді табағымызға салғаннан кейін миксердің көмегімен араластырып, разрыхитель қосылған ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып, салып, араластырып бастаймыз. Бізге ешқандай түйіршіксіз глянцевый, яғни теп-тегіс консистенция шығуы қажет. Сәл ғана қоймалжың, бірақ қатты қою болып кетпеуі қажет, себебі дұрыс көтерілмей қалады. Сол үшін ұнды қосу барысында 10-20 граммды плюс-минус етіп алатын боласыз. Яғни әрбіреуде жұмыртқаның көлемі әртүрлі болады, сұйық май сәл көбірек қосылып кетуі мүмкін. Сол себептіден ұнды 10-20 граммға көбірек немесе азырақ пайдаланатын боламыз. Мінекей менде арнайы силиконды пончиктерге арналған форма бар. Ішін сұйық маймен сылап шығатын боламыз, жабысып қалмас үшін. Содан кейін қоймалжың массамызды құюға ыңғайлы болу үшін кондитерлік мешокқа салып алатын боламыз. Достар, осы қоймалжың массамызды формаға құяр кезде қатты толтырып құймауға кеңес беремін. Мыналы жерде мен барлығын пайдаланып тастау үшін сәл көбірек қостым, сол үшін көтеріліңкіреп піседі. Ал егерде тесігі дұрыс көрініп жақсылап піссін десеңіз, сәл жартылай құясыз, себебі разрыхитель болғандықтан бұл масса екі есе көтеріліп, жұп-жұмсақ болып піседі. Қазір видео барысында сізге көрсететін боламын. Бұл жерде мен көлемін сәл көптеу қылып салып құйып жатырмын, сәл аздау қылып құюға кеңес берем. Осылайша дайындап алғаннан кейін қызып тұрған 170 градустағы пешіңізге бар жоғы 20 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Пісу барысында әдемілейтін, яғни глазурларымызды дайындаймыз. Бұл жерде мен ақ шоколад және молочный шоколадты пайдаландым. Оны сұйылту үшін жай ғана ыстық суға осылай салафан пакетке сала отырып ішіне салып қойдым. Сол кезде шоколадымыз еріді. Содан кейін піскен пончиктеріміз салуға ыңғайлы болу үшін осылайша кесеге аударып алатын боламын. Достар, егерде менің бөліскен рецепттерім сіздерге ұнайтын болса, каналыма тіркеліп, осындай видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Содан кейін сәл суыңқыраған пончиктерімізді осылайша шоколадтарға алма-кезек мол етіп батырып шығатын боламыз. Содан кейін түрлі түсті тәттілердің көмегімен және қара шоколадтың үстіне ақ шоколадты жүргізу арқылы, ақ шоколадтың үстіне қара шоколадты жүргізу арқылы әсемдейтін боламыз. Қазір барлығы видеода анық-нақты көрсетілген. Мінекей достар, осылайша үлкендер жағы да, балдар жағы да сүйсініп жейтін дәмді пончиктеріміз дайын болады. Сәл ғана холодильникке салып, шоколадтың қатқанын күтуіңіз керек. Сол кезде қолыңызға жабыспай жеуге ыңғайлы болады. Алдағы уақытта тағы да дәмді деген рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.